Сәлеметсіздер оқушылар, әдебиет оқу сабағын бастаймыз. 12-ші сабақ өзіңді тексер. Сабақ мақсаты ортақ тақырып бойынша алған білімді тексеріп бағалаймын. Бірінші тапсырма: суретте кімдер бейнеленген, ол кісілер туралы не білесің? Әдібай табылды, жазушы, әрі ақын. Бөкесөз, қайырлы таң, балаларға арналған кітаптардың авторы. Екінші суреттегі Өтебай Қанахин, жазушы, жазушының көл жағасында ата қоныс, бақыт бәйшешегі, маздақ атты кітаптарын жарық көрген. Екінші тапсырма: кесте бойынша сұрақтарға жауап бер. Жеңіл сұрақ, күрделі сұрақ. Жеңіл сұрақ: Ағдауылхан ертегісіндегі оқиғаның басталуына не себеп болды? Ертегінің бас кейіпкері ата. Ағдауылханның жүрген жолы бойынша мазмұнын әңгімеле. Ағдауылдың қат тауып қалуы. Ертегінің басты кейіпкері Ағдауылхан. Күрделі сұрақ: ертегінің негізгі ойы, ертегідегі оқиға қалай аяқталды? Сызба арқылы бейнелеп. Ертегінің негізгі ойы: туған жерге деген сағыныш. Ертегідегі оқиға ханның алдында құлантаза жазылып кетумен аяқталды. Үшінші тапсырма: сипаттауды қажет сөзбен толықтыр. Әсірелеу суреттелген затты шамадан тыс асыра, асырып айту тәсілі. Төртінші тапсырма: өлең аллитерацияны тап. Әр ауылы ән отау, жетісу жер жәннаты, Асқаралы алатау, шағында алматы. Бұл жерде жетісу жер жәннаты аллитерация. Бесінші тапсырма: сөйлемдегі парыз сөзін мәнді сөзбен өзгертіп оқы. Туған жері сырт жағынан қорғап қалу, соған төгілері дайын тұру. Парыз: туған жері сырт жағынан қорғап қалу, соған төгілері дайын тұру міндет. Омбы Василий Матвеевич ертіс сағыныс сөзімен байланысты мәтін тақырыбын ата. Омбы Василий Матвеевич ертіс сағыныс сөзімен байланысты мәтін тақырыбы дала су қара қиырға қарайды тақырыбы. Жетінші тапсырма: бұл тұжырымдардың қайсысы қате? Қадыр Мырзалы геолог, бұрыс. Қаныш Сәтбаев геолог, дұрыс. Мұнағали ақын, дұрыс. Сегізінші тапсырма: өлең жумағын мағынасына қажет сөздермен толықтыру. Туған елім тағдырым, алыс кетсем сағындым, сен әрқашан жүректе, таусылмайтын ән жырым. Тоғызыншы тапсырма: саяхат жетекшісі, саяхатшы болып суреттер бойынша сұрақ-жауап түрінде диалог құратындар. Тараудың атымен байланыстырып суреттерге тақырып табыңдар. Бірінші суретте бұл Астана сурет, Бәйтерек монументі берілген. Екінші суретте Алматыдағы мұз айдыны. Мынау біздің тәуелсіз еліміздің астанасы Нұр Сұлтан қаласы. Қарашы, қандай әдемі ғимарат. Иә, бұл Астана Бәйтерек монументі. Астана Бәйтерек қай жылы салынды? Ол 2001 жылы салынды. Биіктігі қанша метр? Оның биіктігі 97 метр. Сәулетшісі кім? Оның сәулетшісі Норман Фостер. Бұл аспан Астана Бәйтерек нұрсұлтанның символы. Ал мынау біздің әсем қала Алматының мақтанышы Алатау тауы. Бұл жерде мұз айдыны бар. Сонда жаз мезгілінде де осылай тұрады ма? Иә, осылай тұрады. Бұл жерде өзіңіз сияқты көптеген саяхатшылар келеді. Қандай керемет жер. Кестені толықтыр. Тақырып эссе жазушы тақырып болуы дұрыс, өз пікірің болуы дұрыс, басқа пікірмен салыстыру дұрыс, өз пікірін дәлелдеу дұрыс, қорытынды ой керек емес. Жоқ, бұл бұрыс. 11-ші тапсырма: әр жарының басы кейіпкерден анықта. Мыс ойған Қаныш Сәтбаев кейіпкері, дала су қиырға қарай Шоқан Уәлиқанов. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.